қалың қалай? Бүгін бізде екінші сабақ. Бүгін біз сабақта 10 санының құрамын өтетін боламыз. 10 санының құрамын жаттау өте маңызды. Маңыздылығы неде екенін келесі сабақта түсіндіретін боламын. Ал кәнекей, бірінші мынандай сұраққа жауап берші. Адамның қолында қанша саусақ болады? Оң қолында 5 саусақ болады, сол қолында да 5 саусақ. Яғни адамда 10 саусақ. Міне, 10 санының құрамын мен алдыңғы сабақта үйреткен үйшік тәсілімен жаттайтын боламыз. Келістік па? Ал кәнекей, бірге қандай санды қосқан кезде 10 шығады? Ол үшін не істейміз? Қолымызды аламыз және бір саусағымызды жұмамыз. Қанша саусақ қалды? 9. Ал кәнекей, 9 деп жазамыз. Сонда не болды? Мына бірге 9-ды қосқан кезде қанша шығады екен? 10 шығады екен. Тура осылай. Ал кәнекей, 10. Енді 10-нан қаншаны азайтамыз? 2 саусағымызды жұмамыз. Қанша саусақ қалды? 8. Дұрыс айтасың. Кеттік. 10-нан 3-ті азайтамыз. 10 саусақтың 3-еуін жұмамыз. Қанша саусақ қалды? Санай ғой. 7. Тамаша. Яғни 3-ке 7-ні қосқан кезде 10 болады екен. Ал келесі 10-нан 4-ті азайтамыз. 10 саусақтан 4 саусақты алып тастаса қанша қалды? 6. Тамаша. Келесі 10-нан 5-ті азайту. Ой, бұл тіпті оңай. Оң қолында 5 саусақ, сол қолында 5 саусақ. 5-ті 5-ке қосқанда болады екен 10 саусақ. Яғни оның бір қолында алып тастасам қанша саусақ қалды? Әрине 5. Ол тіптен оңай. Келесі 10-нан 6-ны азайтамыз. Ал кәнекей, 10-нан 6-ны алып тастадық. 4. 10-нан 7-ні алып тастадық. 3. 10-нан 8-ді алып тастаймыз. 2. 10-нан 9-ды алып тастаймыз. Міне, 10-нан 9-ды алып тастаймыз. Қанша қалды? 1 қалды. Ал енді мына 10-нан 10-ның өзін алып тастайықшы кәнекей. 10-нан 10-ның өзін алып тастадық. Не қалды? 0 қалды. Ештеңе қалған жоқ. Яғни, осыдан кейін мынандай ереже шығады. Саннан сол санның өзін азайтса, әрқашан 0 шығады. Ал балақай, міне 10 санның құрамын түгелімен тауып, біліп, жаттап алдық деп ойлаймын. Ал енді мен сендерге одан әрі математиканы жеңілдетейінші. Мына қараңдар, 10 санның құрамының мына екінші жағы бізге мүлдем керек емес. Мен алаңда өшіп тастаймын. Қалайша деп ойлап жатқан шығарсыңдар? Ол деген оп-оңай. Алдында мен қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні не істемейді деп үйреттім. Әрине, өзгермейді. Яғни, қараймыз, 1-ге 9-ды қоссақ қанша? 10. Керісінше, 10-ға 1-ді қоссақ та 10. Міне, кеттік. 6-ға 4-ті қоссақ қанша? 10. Керісінше, 4-ге 6-ны қоссақ 10. Яғни балақай, бар жоғы саған осыны бір-ақ үйшікті жаттап алсаң болды. Ал келесі сабақта кездескенше.